Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол антивирустық қауіпсіздік. Компьютерлік вирус шағын көлемдегі компьютерге зиян келтіру үшін жазылған арнайы программа. Вирустық программа өздігінен басқа программалардың алдына немесе соңына жазылып, оларды бүлдіреді. Құрамында вирус табылған программаны ауру жұққан немесе бүлінген программа дейді. Вирустың басқа программаларға зиян келтіргені бірден байқалмайды. Вирус өзінің бүлдіру әрекетін орындаған соң жұмысты басқарудың негізгі программасына өтеді. Вирус жұққан программа әдеттегідей жұмысын жалғастыра береді. Бастапқы кезде компьютердің жұмысынан вирус жұққандығын байқау өте қиын. Ал оқушылар, қазір вирус жұққан ауытқуларға тоқталамыз. Экранға белгісіз деректер, символдар шығады. Кейбір программалар жұмысын тоқтатады. Компьютердің жылдамдығы төмендейді. Файлдардың ашылмай қалуы жиілейді. Экранға кенеттен әртүрлі бейне және дыбыстық эффектілер пайда болады. Қазіргі компьютерлік вирустарды негізгі екі топқа бөліп қарауға болады. Олар резиденттік вирустар, компьютер жадында тұрақты сақталатын вирустар. Резиденттік емес вирустар, компьютер жадында тұрақты сақталмайтын вирустар. Резиденттік вирустар. Вирус жұққан программа іске қосылғанда, резиденттік вирустар да бірге іске қосылады. Алғашқыда олардың әсері сезілмейді. Алайда біраз уақыт өткеннен кейін өз жұмысын іске асыруға кіріседі. Бұл вирустарды аз уақыт ішінде анықтау қиын. Ал резиденттік емес вирустар жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды. Бірақ вирус әсер еткен программа іске қосылғанда олардың белсенділігі арта түседі. Вирустар көбінесе файлдардың ішіне жасырынады. Файлдың жұмысы басталғанда вирус та өз әрекетіне кіріседі. Бұл слайдта компьютерлік вирустардың жіктелуі көрсетілген. Жалпы қазіргі кезде сан мыңдаған компьютерлік вирустар бар. Оларды әдетте мақсатына, жұмыс логикасына, көлеміне және жұмыс істеу аумағына қарай жіктейді. Оларды төмендегідей жіктеуге болады. Вирус қақпан программалық құралдардағы қателіктер мен дәлсіздіктерді пайдаланады. Бұл көлемді программаларды түзету кезінде белсенділік көрсетіп, программаға жабысатын түрлі зиянды әрекеттерді орындайтын вирустар. Логикалық бомбалар, баяу әсер ететін бомбалар, қарапайым программаларға кіріп жасырынып жатады. Тек белгілі бір шарттар, яғни көрсетілген күн, ай мерзімінде немесе уақытта программалар орындалуының белгілі кезеңінде орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Шарт орындалғанға дейін барынша көп программаларды бүлдіруге тырысады. Құрттар, жүйелік программалаушылардың ақпараттық есептеу желілерінің бос тұрған ресурстарын анықтауға программасына кіріп, бос құрылғыларды тектен-тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Мысалы, оларды шексіз цикл енгізіп, бекерден-бекер жұмыс істетіп қояды, немесе қажетсіз мәліметтерді баспаға шығартады. Троян аттары қарапайым қолданбалы программаларға еніп, рұқсат етілмеген әрекеттерді орындатады. Мысалы, жасырын ақпараттарды жария етеді, жедел жадтағы ақпараттарды басқа жаққа жібереді. Жасалу құрылым мен көбею жолы оңай болғандықтан көбіне компьютерлер желілерін толық жайлап алады. Вирустың троян аттары деп аталуы ежелгі грек аңызымен тікелей байланысты. Грек әскерлері Трояға сыйға тартылған үлкен ағаштың көмегімен қалаға жасырын кіріп, оны басып алған деседі. Компьютерді вирустан қорғаудың негізгі тәсілдері. Компьютерлік вирустар компьютерге флеш жад, дискілер немесе желі арқылы кіреді. Егер компьютер жергілікті желіге қосылса, онда вирус жылдам таралады. Компьютерді вирустан қорғау үшін ақпаратты қорғаудың жалпы шараларын орындау керек, дискіні зақымданудан сақтау керек. Дұрыс жұмыс істемейтін программаларды қолданбау керек. Программалармен жұмыс істеу кезінде техникалық қателіктерді жібермеуге тырысу керек. Ақпаратты көшіргенде антивирустық программамен тексеру керек. Вирустан сақтайтын арнайы программаларды пайдалану керек. Компьютерлік вирустармен күресетін антивирустық программалардың негізгі түрлерімен танысайық. Вирустан сақтану үшін қолданылатын программа түрлері. Детектор программалар бұрыннан белгілі вирус түрлерін қорғай алады. Алайда жаңа вирустарға қарсы дәрменсіз. Бұл типтегі алғашқы программалар вирустың құрамында болуы мүмкін барлық орындалатын кодтарды анықтайды. Кейіннен программалардың жетілген түрлері вирус жұқтырған файлдарды анықтай алатын болды. Доктор программалар немесе фактар вирус жұққан программалар мен дискілерден вирустарды өшіру арқылы емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіреді. Вирустан сақтану үшін қолданылатын программа түрлері. Фактар вирусты жедел жадтан іздеп тауып, оны жойғаннан кейін ғана файлдарды емдеуге кіріседі. Фактардың арасынан полифактарды
ерекше атап өтуге болады. Полифактор үлкен мөлшердегі вирустарды іздеуге және жоюға арналған. Ревизор программалар алдымен программалар мен дискінің жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есінде сақтап, кейін оларды жаңасымен салыстырады. Сәйкессіздік анықталса, сол мезетте пайдаланушыларға хабар береді. Сүзгі программалар компьютердің жедел жадына тұрақты, яғни резидентті орналасады. Олар вирустардың зиянды әрекетін тоқтатып, компьютер пайдаланушысына дер кезінде хабарлап отырады. Хабарлама шыққаннан кейін пайдаланушы вирусты жою немесе оны тазалау туралы шешім қабылдайды. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.